Ефремовка жалпы орта білім беру мектебінің қазақ тілі мен қазақ әдебиеті пәні мұғалімі Танирбергенова Гүлмира Тоқтарқызы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Әбу Насыр әл-Фараби, тіршілікте құрыштай бол төзімді өлеңі. Сабағымыздың мақсаты көркем шығармалардан орта көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу. Шығарма композициясындағы белгілі бір эпизодтың алатын маңызына негіздеме жасау. Әбу Насыр әл-Фарабидің өмірі 10 ғасырда Отырар қаласында дүниеге келді. Бағдатта, Дамаск пен Каирде философия, математика және музыка салаларын терең меңгерді. Көптеген еңбектер жазып, Аристотель философиясын дамытты. Ал енді бейне жазбаға көңіл аударайық. Сен ғұлама Аристотельден кейінгі әлемге әйгілі ғалымның кім екенін білесің бе? 870 жылы, 950 жылдары Сырдария бойындағы Отырар қаласында туып өскен данышпан, энциклопедист ғалым Әбу Насыр әл-Фараби бабамыз. Отырар қаласы сол кездері Фараб деп аталған. Сондықтан да өзінің Мұхаммед ибн Узлах Тархани деген есімін туған жеріне байланыстырып, әл-Фараби деп атаған. Бірнеше тілдерді жетік меңгерген, 100-ден аса ғылыми еңбектер жазған әл-Фараби бабамызды Азияның ғалымдары Ибн Сина, Бируни, Омар Хайям да ұстаз тұтқан. Берілген бейне жазба бойынша тапсырма орындаңыздар. Бірінші сұрақ: Әбу Насыр әл-Фараби қай жылдары өмір сүрді? Екінші сұрақ: Әбу Насыр әл-Фараби қай тілдерді үйренді? Үшінші сұрақ: Әбу Насыр әл-Фараби қанша ғылыми трактат жазды? Әбу Насыр әл-Фараби кім болған? Келесі сұрақ: оны кімдер ұстаз деп санаған? Келесі сұрақ: Әбу Насыр әл-Фарабидің толық аты қандай? Ал енді өздеріңізді тексеріп көріңіздер. Бірінші сұрақтың жауабы: Әбу Насыр әл-Фараби 870-950 жылдары өмір сүрген. Екінші: араб, грек, парсы, қытай тілдерін үйренген. Үшінші: Әбу Насыр әл-Фараби 150-ге жуық трактат жазған. Келесі: Әбу Насыр әл-Фараби шығыстың ұлы ойшыл, данышпан, ғұлама, энциклопедист болған. Оны Азия ғалымдары Ибн Сина, Бируни, Омар Хайям ұстаз деп атаған. Соңғы сұрақтың жауабы: Әбу Насыр әл-Фарабидің толық аты Әбу Насыр Мұхаммед ибн Узлах ибн Тархан әл-Фараби. Ал енді өзімізді бағалайық. Дұрыс жауап болса 2 ұпай, қате болса 0 ұпай қоямыз. Тіршілікте құрыштай бол төзімді. Тіршілікте құрыштай бол төзімді. Сан мәртебе алдаса да өзіңді, тағдырынды еш уақытта жазғырма. Тіпті кейде болса да әзәсіл азғырған. Өрге жүзген өнегелі ісімен, таңдады ал дос өз тенінің ішінен. Жүргендер көп достық атын малданып, алайда тек қалма оған алданып. Жалғанда жалпағынан кешіп жүрген әрбір пенде баласы, өмірде қиналғанда қасынан табылатын, қысылғанда демейтін, барын асырып, жоғын жасыратын адал дос болғанын қалайды. Достықтың 2 түрі болады. Адал достық өмірлік нұсқа болады. Амал достықтың өрісі қысқа болады. Сергіту сәтін өткізейік. Суретте бейнеленген қимылдарды қайталап көріңіздер. Үшінші тапсырманы дәптерге орындаймыз.
Маңызды эпизод. Жүргендер көп, достық атын малданып, алайда тек қалма оған алданып. Осы тармақтарды маңызды эпизод ретінде алуға болады. Оған дәлел. Дос таңдаған кезде әрқашанда оның сыртқы келбетіне емес, ішкі жан дүниесіне қарап таңдауымыз керек. Өмірде тапқан адал достарыңызды әрқашанда құрметтеп, ардақтап, олармен достық қарым-қатынасты үзбеуге тырысыңыздар. Бекіту кезеңі. Айтындаршы балалар, адам бойындағы ғұлама көрсеткен адамгершілік, ақыл қасиеттер мен азғындық жолға түсірер жағымсыз қылықтарды осы өмірдегі адамдар бойынан табуға бола ма? Дұрыс айтасыңдар. Барлығы адамдарға тән қасиеттер. Сабағымызды қорыта келе адам бойындағы жақсы қасиеттерді топтастырайық. Адамгершілік, татулық, кішіпейілділік, инабаттылық, парасаттылық. Осы жақсы қасиеттерді жанымызға жақын ұстап, жаман қасиеттерден аулақ болайық. Ал енді оқушылар кері байланыс жасайық. Экранда көрсетілген QR-кодты сканерлеу арқылы маған WhatsApp желісіне бүгінгі сабақтың қалай өткені жайлы жазуға болады. Ал енді өздеріңізді бағалаңыздар. Егер сіздер 20-дан 25-ке дейін ұпай алсаңыздар, 5 деген баға, 15-тен 20-ға дейін 4.